жай ғана асты дұрыс шайнап жеу, мынандай суды ысқылтымдау, жылы күйінде ішу, аспен бірге араластырмау, осының өзі адамның денсаулығын реттеуге, бауырының, өтінің жұмысын реттеуге өте жақсы көмектеседі. Сонда суық су ішу зиян деп тұрсыз ғой? Иә. Неліктен? Себебі біздің ішкі органдарымызда, жалпы асқазанымызда сыртқа қарағанда температура жоғары келеді. Біздің клеткаларымыз 60 градус жоғары температурада. Қараңыз, 60 градуста кәдімгідей ыстық қой, тыға алмайсың ғой 60 градуста суға. Сол сияқты бұл жерде менің кеңесім жылы су ішу керек. Суық су ішу адамның, кез келген адам ағзасына зиян тигізеді. Себебі біз жылы қанды болғанымыздан, біріншіден міндетті түрде барлық адам жылы су ішу керек. Себебі біздің клеткаларымызда 60 градус болады температура, ойлай беріңіз. Бұл не деген сөз? Біз жылы су ішу керекпіз. Иә, жаз кезінде мұздай су ішіп рахаттанатын шығармыз, бірақ олардың барлығы біздің ағзамызға керісінше не істейді? Біздің функциямызды кәдімгідей не береді? Тоқтатуына күшті себеп болады. Ол бір дегенде болмайды, жаймен әсер етеді.